Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қалай ақшадан қорықпау керек және де өзіміздің табысымызды қалай арттырамыз, осы жайлы айтатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, сіздер білесіздер, жалпы көптеген адамдар ақшадан қорқады. Соның әсерінен олар өздерінің табысын арттырғысы келмейді, немесе өздерінің жұмысына сай ақы төлемесе де, ол ақыға өздері риза болып жүреді. Ақшаға деген қорқыныш қандай болатынын айта кетейік. Жалпы ақшаға деген қорқыныш ол бізде, мен көп ақша тапсам өзім жаман адам болып кетем, байлар деген жаман адамдар, немесе мен ондай ақшаға лайық емеспін, немесе көп ақша тапсам мен оны жоғалтып алуым мүмкін. Көп ақша табу ол өте қиын деп ойлайды. Жалпы негізі көп ақша табу ол қиын емес. Яғни сіз күнделікті жасаған жұмысыңызды азғандай нәпақамен жұмыс істесеңіз де, ол сізге қиыншылық тудырады. Дәл сондай сізде тура солай қиыншылықпен жұмыс жасап, көптеген қаражат табуыңызға болады. Ең бастысы, бұл жерде біз ақшадан қорықпауды үйренуіміз қажет. Мен сіздерге ақшадан қорықпаудың 7 қадамын айтып өтемін. Одан бұрын мен сіздерге жай ғана ақша жайлы түсінік айтқым келіп тұр. Ақша дегеніміз ол сіздің кез келген қызметіңізді, тауарыңызды бағалайтын құрал болып саналады. Яғни сіздің кез келген қызметіңізге адамдар ақы төлейді. Ол бізде ақша болып саналады. Және де біз ешқашан да ол ақшаны өзіміздің қызметімізді сатудан ұялмауымыз қажет. Ал ендігі кезекте мен сіздермен жалпы ақшаға деген қорқыныштан арылуға көмектесетін 7 қадаммен бөлісемін. Кезекте, ақша ол бізге жау емес. Ақша ол жай ғана құрал. Яғни біз ол құрал арқылы кез келген өзіміздің арманымызды жүзеге асыра аламыз. Ал ақшаны жау көрудің қажеті жоқ. Егер сіз оны жау көретін болсаңыз, онда ол сізге міндетті түрде келмейді ақша, немесе өзіңіздің ақшаңыздың берекесі болмай жатады. Жалпы негізі күнделікті өзіңізге бір рет ғана ақша, ол жай ғана мені табысқа жетелейтін құрал, немесе арманға жетелейтін құрал деген сынды өзіңізге аффирмация айтсаңыз болады. Осы арқылы жай ғана ақшаның сізге жау емес екендігін, сізге жай ғана құрал екендігін өзіңізге дәлелдей аласыздар. Ал екінші кезекте, мен өз еңбегіме ақы аламын деп үйрену. Көптеген адамдар өздерінің услугаларын тегін ұсынып жатады. Маған мысалға алдында бір кісілер өзінің таргет услугасын, қызметін тегін ұсынып жатыр. Мен түсінемін, тегін жасап берген ол дұрыс, бірақтан да сіздер тегін жасаған кезде сіздің уақытыңыз, энергияңыз кетіп, ары қарай сізде мотивация болмайды. Жалпы ақша деген ол мотивация, яғни сізге шабыт береді. Сіз егер де өзіңіздің сол таргет услугаңызға бір 5000 теңге емес, жай ғана 1000 теңге, 2000 теңге алу арқылы өзіңізге шабыт бересіз. Яғни мен бір ғана осы қызметтен осындай ақша тауып жатырмын, демек бірнеше адамға жасап берген кезде мен осынша қаражат таба аламын. Демек осы арқылы мен өзімнің арманымды жүзеге асырамын деп сізге өзіңізге шабыт береді. Сол үшін де достар, ешқандай өзіңіздің қызметіңізді тегін ұсынбаңыздар. Болмағанда өзіңіз бартерға, яғни кез келген адам мысалға бір өзінің қызметін сізге ұсынғысы келсе, сіз оны жарнамалау үшін бартерға кез келген затты алсаңыздар болады. Жай ғана тәтті болсын, жалпы киім болсын, кез келген затты сіздер бартерға алу арқылы оған әдемі жарнама жасап бересіздер. Бірақтан да ешқашанда сіздер ол заттарда тегін жарнама жасамаңыздар, өзіңіздің қызметтеріңізді тегін ұсынбаңыздар. Егер де сіз тегін ұсынатын болсаңыз, сіздің энергияңыз кетіп, жұмыс істеуге деген шабытыңыз болмайды. Мысалы, менде солай, егер де мен ақшаға бір қызметімді ұсынатын болсам өзімнің, демек менде ары қарай ол істі жалғастыруға деген шабыт келеді, мотивация болады, ары қарай мен оны ешқашан тоқтатпай жасай беремін. Және де келесі кезекте сіз өзіңіздің қызметіңізге баға қойдыңыз, яғни бартерға болсын, жаңағы немесе минималды 2000 теңге, 5000 теңге көлемінде баға қойдыңыз, бірақ ендігі кезекте біз өзімізді сол бағаға лайық сезінбейміз. Мысалға бір адамдар бар, олар барлығын біледі, бірақ өзін сол бағаға лайық сезінбейді. Бірақ ондай жалпы көзқарас менде де бар. Мен мысалға өзім өте арзан бағаны қоямын өзімнің дирекцияға арналған сабақтарыма, жалпы кез келген заттарға, бірақ мен ол нәрселерді өзіме лайық сезінбеймін. Барынша өте ең деген арзан бағаны қоюға тырысамын.
Ал енді өзіңізге сіз сұрақ қою қажетсіз. Сіздің 1 сағат уақытыңыз қанша тұрады? Мысалға, мен тойға шақыру жасаймын, яғни бір тойға шақыруды жасау үшін маған 2-3 сағат көлемінде уақыт кетеді. Сіз сол аралықта, мысалға, сіз тойға шақыруды 1500 теңгеге жасаймын дедіңіз, бірақ қараңыз, сіз мысалға ол тойға шақыруды кемінде 2 сағатта жасадыңыз, демек сіздің 1 сағатыңыз небәрі 750 теңге ғана тұрады екен. Яғни сіз 750 теңге ғана 1 сағатта таба аламын деп ойлайсыз. Бірақ тағында сіз ол бағаны, яғни 1500 теңге емес, сіз ол бағаны 2000 немесе 3000 теңге көлемінде қойсаңыз да болады. Яғни сіз мысалы оны 2000 теңге деп қойсаңыз, демек сіздің 1 сағатыңыз 1000 теңге. Егер осы баға сізге ұнайтын болса, онда ары қарай өзіңіздің қызметіңізді жалғастырсаңыз болады. Немесе сіз мысалға оны өте арзан 1500 теңгеге қойып, бұл жұмыспен сіз бірнеше сағат көлемінде айналысатын болсаңыз, ол істі ары қарай сізде жалғастыруға жаңа айтып кеткенімдей шабыт болмайды. Сол үшін де ең бастысы өзіңіздің қызметіңізді дұрыс бағалаңыз, яғни сіздің 1 сағат уақытыңыз қанша тұрады және де сіздің тәжірибеңіз қандай. Егер сіздің тәжірибеңіз өте жоғары, сіз 2-3 жылдан бері сол іспен айналысатын болсаңыз, сәйкесінше сіздің жасаған нәрсеңіздің ақысы жоғары болу қажет. Егер де бастап жатқан адам болсаңыз, онда өте арзан бағаны қойсаңыз болады. Бірақ ары қарай сіз тәжірибе жинаған сайын өзіңіздің қызметіңізді көтермелеп отырыңыз. Кез келген маман иесі солай жасайды, яғни байқасаңыздар, тіпті врачтардың өзіне, дәрігерлерге сіз баратын болсаңыз, опыты аз врачтар, олар өте арзан бағада жасайды, ал опыты көбейген сайын, олардың тәжірибесі көбейген сайын, олар жоғары ақы алады. Яғни мұғалімдерде мысалға, егерде алғашында кірген кезде олардың жалақысы аз, ал одан кейін барып, яғни тәжірибесі өскен сайын жылдан жылға олардың айлығы да көбейе түседі. Сол секілді өзіңіз кез келген істе өзіңіздің тәжірибеңіз бар болса, көп болса, оны жоғары бағалауға тырысыңыздар. Яғни жалпы адамдар негізі сатып алатын кезде, олар міндетті түрде сіздің тәжірибеңізге қарайды, және тәжірибеңіз көп болғанына қарап, сіз қанша бағаға сатсаңыз да, олар сізден сатып алады. 4-ші кезекте бізде ол ақшаны міндетті түрде бақылап отыру. Көптеген адамдар өзінің ақшасын бақыламайды. Өзінің табысы қанша, оның шығыны қанша, ол нәрселерді мүлдем жазбайды. Негізі күнделікті бір дәптер арнап, ол жерге сіз күнделікті табысыңызды, өзіңіздің шығыныңызды жазып қоюыңыз керек. Және міндетті түрде сіздің табысыңыз шығыныңыздан көп болу керек. Немесе шығын ол сіздің табысыңнан асып кетпеу керек. Онда сіз қарызға кіріп кетесіз. Ал сол үшін де достар, үнемі сіз өзіңізді бақылап отыру арқылы, ақшаңызды бақылап отыру арқылы өзіңіздің ақшаңызды қадағалай аласыз, оны басқара аласыз. Мысалға, осы айда сіз керек емес заттарға, көптеген бейтаныс адамдарға сыйлық беруге, немесе өзіңізге қажетсіз бір реттік заттарға сіз көп ақша құртатын болсаңыз, келесі айда ол шығындарды азайтып, өзіңізге қажетті деген заттарды алуға көбірек көңіл бөлуіңіз қажет. Оны сіз қалай білесіз? Егер де кіріспен шығыныңызды жазбасаңыз, ал егер жазатын болсаңыз, онда сізде айқын көрініп тұрады. Яғни мен осы айда осындай керек емес заттарға көп қаражат жұмсаған екенмін деп, келесі айда ол қателікті жібермеуге тырысасыздар. Жалпы айтады ғой, менде ақша жоқ деп айтуға болмайды деп. Шынымен де сіз ақша жоқ десеңіз, ол шынымен де ақшаңыз сіздің жоқ болып кетуі мүмкін. Ал егер де сіз менде осы айда кіріс аздау болып тұр, немесе осы айда менде осындай мәселелер туып тұр, соның салдарынан менің қаражатым бұл нәрсеге жетпей тұр, бірақ келесі айда менде ақша болады деген сеніммен айтсаңыз, онда сіздің ақшаңыз да көбейе түседі. Ең бастысы ақшаға деген сенім. Жаңа айтып кеткенімдей, ақша сізге жау емес, ол жай ғана құрал. Яғни кез келген істі жасауға, жай ғана сізге тамақ сатып алуға, киім сатып алуға, білім алуға сізге міндетті түрде ақша қажет болады. Сол үшін де сіз ақшаны ешқашан да жау көрмеңіз, және де көбірек ақша табуға тырысыңыздар, ол ешқандай да ұят емес. Достар, мен сіздерге жалпы ақша табуға біз қалай тырысамыз? Ақша табу үшін өзіңіздің кез келген мықты тұсыңызды анықтап, өзіңіздің тәжірибеңізге сүйене отырып, кез келген қызметіңізді, не тауарыңызды сатуға болады. Жаңа айтып кеткендей, өзіңіздің қызметіңізді ақылы түрде ұсынып көріңіз. Тегін дейтін болсаңыз, барлығы сізге жазады. Яғни мен тегін ұсынамын, таргет услугасын десеңіз, онда барлығы сізге жазады. Сіз барлығына тегін жасап беру арқылы сіздің ары қарай жалғастыруға шабытыңыз болмайды, энергияңыз таусылады, өзіңізде бір күшті таппай қаласыз. Ал егер де сіз ақылы түрде жай ғана 1000 теңгеге 2000
2000 теңгеге жасап берудің арқасында өзіңіздің қызметіңізді ары қарай шабыт аласыз, өзіңізге сол 2000 теңгеге бір зат сатып аласыз. Ақшаны таба аламыз. Ең бастысы біз оған фокус қоюымыз қажет және өзіміздің қызметімізді дұрыс бағалауымыз керек, өзіміздің білімімізді жоғары бағалауымыз қажет екен. Достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.